Бар жоғы жарты сағатта дайын болатын тауық аяқтарын пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен тауық аяқтары және де кез келген дүкенде табылатын дәмдеуіш және арнайы өзінің ішінде салапанымен. Достар, бұл тағамға өздеріңізге қандай көкөніс ұнайды сала берсеңіздер болады. Және де мынандай сәндеп, арнайы осылай кескішпен кессеңіздер, тағамдарыңыздың видін әсемдеп тұрады. Және де міне тәтті бұрышымызды саламыз. Және баклажанымызды саламыз. Менің жолдасым баклажанды ұнатқаннан кейін салып тұрмын. Өте дәмді болып шығады. Қорықпай сала берсеңіздер болады. Барлық көкөністерді міне видеодағыдай қылып турап аламыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Бұл сіздерге бір сәттік жұмыс, маған үлкен шабыт сыйлайды. Міне көкөністерімізді турап алдық. Енді тауық аяқтарымызды салып, арнайы дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Мен паприкамен және жапырақты қостым. Жарты лимонды да сығып қосып жіберіңіздер. Шырынын кейін жаңағы арнайы дәмдеуішіміз өзі арнайлап тауық аяқтарына арналған. Тұзымызды дәміне қарай және де кішкене сұйық майда қойып жіберіңіздер. Құймасаңыздар да болады. Осылай дәмдеуіштерін араластырып алғаннан кейін бір 10-15 минутқа тұндырып қойсаңыздар да болады. Кейін арнайы салафанына салып 200 градуста, 250 градуста, кешірім өтінем, 40 минуттай уақытта піседі. Өте дәмді болып шығады. Қорықпай жасай берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.